Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін аптаның бірінші күні барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Алдымызда 8 наурыз. Енді біреулер бұны тойлайтын болар, біреулер харам дейтін болар, бірақ біз тойлаймыз. Себебі онсыз да қазір көңіл күйіміз барлығымыздың соншалықты мәз емес, мерекелердің бәрі қысқарып жатыр. Бұл мереке бір тойлатып, шапқылап жүретін емес, бұл кәдімгідей мәні бар. Әйел адамдар бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербетеді деген сөз бекерден бекер айтылмаса керек. Әйел адамдар үйде көңілдері жадырап, ойларындағы барлық ойлаған мақсаттары орындалып жататын болса, сол отбасының барлығының да көңіл күйлері керемет болады. Әйел адам төмен, әйел адамның бір саты еркектен төмен болады, әйел адамдары орнын білсін деген нәрселердің барлығы менің ойымша қазіргі заманда онша дұрыс емес. Санасы бар, есі бар әйел өзі де ер азаматтардың алдына түсіп алып көстеңдемейтін болар. Ал бірақ қараптан қарап тұрып, әйел адамдарды сенің орның бұл жерде емес, еркек тұрып әйел сөйлемейді деген әңгімелерді көп айтудың қажеті жоқ. Бәрімізде ер азамат болама, әйел заты болама, бала болама, үлкен болама, барлығы да тәрбие мен осы ұлтымыздың керемет бір ерекшелігін ұстанып жүретін адам болатын болса, оның барлығы да осы ұлтымыздың мақтанатын адамы, осы қоғамның керемет бір мүшесі болып саналынады. Ал егерде атымыз қазақ деп, мына тиктокта қазіргі болып жатқан жағдай сияқты біреулері қайыр сұрап отырады, біреулері боқтап отырады, біреулері өздеріне контент жинап отырады, біреулері ақылшы болып отырады. Бірнеше күннен бері қарай маған келіп жатқан видеоларда сіз талай адамды түрмеге отырғызыпсыз, сіз өкіметтің адам екенсіз деп жатқан адамдарға айтамын. Қазіргі кезде біреуге қара жағу және оны отырып алып мен ондай емеспін деп ақталу, оған уақытымды де зая еткім келмейді. Санасы бар адам түсінер, санасы жоқ адамдар біреу мынау ақ десе сол ақ екен деп, мынау қара десе қара екен деп отыратын адамдар болатын болса, олар өз саналары, өз ойлары жоқ адамдарға мен еш нәрсені айтып ақталмаймын. Сондықтан төтесінен қоятын сұрақтарыңыз болатын болса, осы видеоның астына жазыңыздар, мен барлық сіздердің сұрақтарыңызға ашық түрде жауап беремін. Ол асар баспанаға да қатысты болсын, ол наркостатьяға да қатысты болама, және алдыға қойған біздің тағы қандай да жоспарларымыз болса, сол бойынша да сұрақтарыңызды ашық түрде менен сұраңыздар. Мен сіздерге барлық сұрақтарға ашық түрде жауап беруге. Кеше сол жағалауға барып, жердің барлығына жүре алмайсың ғой, көп жерлерде. Қараңыздар, біздің ауданда қандай болып жатыр. Өзімнің үйімді мақтай берейін, өзімнің ауданымды мақтай берейін. Қараңыздаршы, бізде шынымен де қыс бойы мына жақта осындай қар болған жоқ. Не қалай тазалап жатыр. Рахмет сіздерге. Не осының барлығын тазалап жатыр. Саламатсыздар. Біздің ауданды салыстырып жатырмын да, біздің ауданда қараңыздар қалай тазалап жатыр. Қалдарыңыз қалай, келе жатқан мерекелеріңізбен сіздерге көп рахмет. Біздің ауламыз үнемі таза. Соны айтып жатырмын, кеше сол жағалауға барып, былтырғы жыл тіпті құлап та қалдым ғой, білесіз. Сол бүгін менің кешегі түсірген видеом бойынша әкім көріпті де, Есіл ауданның әкіміне тапсырма беріпті. Мынандай, мысалға мынаған сіздер жауап бересіздер. Ал енді мына үйдің маңы және мына кір болып тұруына оған осы үйдің КСК осы жауап береді. Сол бойынша бүгін сол жақта біраз дау болған екен. Содан кейін есеп видеосын жібереміз деді. Сіздерге көп рахмет. Қандай тап-тұйнақтай. Рахмет сізге. Қандай керемет. Мына үйде тұрамын ғой мен. Әрине. Сіздердің еңбектеріңіздің енді айтып сөзбен жеткізе алмаймыз. Сіздер бір күн жұмыс істемей қалатын болсаңыздар, қала былығып, быт-шыт шығады. Сондықтан сіз қолғапсыз жүрсіз ғой. Қолыңыз түсіп қалады. Әйелдердің жұмысы емес, әйелдердің бір саты төмен деген әңгімелерді айтатын кезде, міне осындай әйелдерге қараңыздаршы. Ер адамнан кем емес жұмыс жасап жүрген. Солай.